Әр оқушының өзінің өмірінде мектеп кезіндегі шешім қабылдауға және шешім қабылдауға әсерін тигізетін адамдардың бірі ол мектеп әкімшілігі. Сонымен біз алдындағы видеоларда оқушылар туралы айттық, мұғалімдер туралы айттық, ата-аналар туралы айттық, және бүгінгі видео мектеп әкімшілігі туралы және мектеп директорлары туралы. Жалпы жұмыс қандай болып жатыр, олардың эмоциялары, идеялары және біздің өзіміздің кейстарымыз туралы айтатын боламыз. Кеттік. Қазіргі кезде мектеп директоры болу негізі қиын менің ойымша. Өйткені мектеп директорының кездесудің өзі өте қиын болып есептеледі. Таңертең кешке жиналыстырып жүретін кісілер сияқты. Біз бір мектеп директорымен кездесу үшін 2 апта жоспарладық. График өте тығыз. Бір кездесек десек, шұғыл басқа бір жиналысқа шақырып қояды. Сонымен 2 аптадан кейін ғана әрең кездесіп, күшті жобалар жасаған болатынбыз. Енді мен өзім мектеп директорларына қалай жұмыс жасау керек, қандай жұмыс жасау керек екенін айта алмаймын, өйткені нарық өзгеріп жатыр және мен өзім мектеп директоры болып жұмыс істеп көрмегенмін. Бірақ өзімнің көптеген таныстарым, достарым бар мектеп директоры. Олардың барлығының басындағы, ойындағы идеяларын біз әрқашан талқылаймыз. Сонымен бүгінгі мектеп директорларына біз тек қана өзіміздің кейстарымызды бөліскіміз келеді. 2016 жылы Алматы қаласының мектептерінің бірінде біз бір күшті жоба жасап көрген болатынбыз. Абылай Хан атындағы университеттен студенттерді бізді ерікті қылып шақырдық та ағылшын тілін тегін оқытқан болатынбыз. Басқалардың өзгешелігі сол жерде 3 тілділік болды. 100 нақты қадам бағдарламасы бойынша математика, физика, химия, биология, информатика пәні сияқты пәндерді біз ағылшын тілінде сабақ беруге тырыстық. Екінші жоба дене шынықтыру пәні. Сол кезде кроссфит деген болды. Кроссфиттің өкілдерін Ерлан мырза Golden Eagle'дың келіп бізге дене шынықтыру сабағында кроссфит көрсеткен болатын. Ең қызығы сол кездегі оқушылардың басқа сабақтардан айырмашылығын көре бастады. Сол пәнге деген қызығушылық пайда болды. Осы жерде негізгі айтайын дегенім, мектептер қазір басқа ұйымдармен тікелей жұмыс жасау керек. Project based learning болу керек. Өйткені бұл жерде негізгі мақсат балаларға жан-жақтылықты өзінің ой өрісін дамытуға мүмкіншіліктер жасау. Бұл жерде сол саясатты жүргізе алатын және сол жерде мүмкіншілік беретін, мен ойымша ол мектеп әкімшілігі мен мектеп директоры болып есептеледі. Кез келген мекемеге ашық хат жазсаңыздар, олар міндетті түрде сіздерге жауап береді. Біз мысалы көптеген компаниялардың барып көріп келдік. Coca-Cola деген компания болды. Медеу мұз айдыны бізге тегін билеттер бере бастады. Одан бөлек TEDx'қа бардық. Бұл жерде айтайын деген, балалар сабақтан тыс кезінде мұғалімдермен, мектеп әкімшілігімен басқа диалог құруға тырыса бастайды. Әртүрлі сұрақтар қоя бастайды. Және сол жерде негізгі мектептің ішіндегі аураны және мектептің ішіндегі негізгі настроенияны, эмоцияны көре алатын боласыздар. Әрине, мемлекеттік мектептерде саясат бар, brain drain деген, шетелге балалардың барлығын жіберу қажет емес деген. Негізгі қызық саясат мектеп, аудан, қала, мемлекет бір оқушыны олимпиададан дайындайды. Ол халықаралық немесе республикалық олимпиададан орын алады. Қазақстанда оқығысы келмейді, шетелге оқуға түседі. Сонда біз шетелдегі компанияға немесе шетелдегі университетке дайындағандай болып көрініп қаламыз. Негізі бұл жерде әртүрлі философия бар, әркімнің өз ойы бар, бірақ саясат жағынан қараған кезде сондай болып көрінетін болады. Негізгі айтайын дегенім, мысалғы физика-математикалық мектепте оқыған оқушы көбінесе Қазақстанның университеттеріне барған кезде өзінің қызығушылығын жоғалтып қояды. Өйткені шығаратын есептердің деңгейі жалпы түскен оқушылардың деңгейлеріне беріледі. Ал ол физика-математикалық мектепте немесе олимпиаданың есептерін шығарып жүрген оқушы әдетте ондай есептер тез шығарып қояды да қызығушылығын жоғалтып қояды. Ал мысалы шетелдегі мықты университеттерде деңгейі кішкене басқаша берілетін болады. Және есептердің деңгейі, жалпы бағдарламаның деңгейі басқаша болғандықтан қызығушылығы артады. Бұл жерде әрине екінші фактор бар, ол университеттің ішіндегі студенттік өмір, университеттің ішіндегі басқа да жұмыстар, жалпы студентке деген қызығушылығын жоғалтпау үшін, өзінің уақытын дұрыс қолдану үшін әртүрлі бағдарлама жасау керек деген. Бұл екінші фактор, бірақ біз ол туралы қазір айтпай қояйық. Оқушының дамытуға басқа да бір мүмкіншіліктердің бірі ол ғылыми жобалар. Өкінішке орай, ұбт-дан босатылмайтын болды. Бұрында мысалы халықаралық
гылымий жобаларга катышкан, орун алган окуучулар болотун болсо, оларга УБУТдан балл берилетин және сол балмен олар гранттын конкурстарына катышатын. Бирок гылымий жоба менен міндетті түрдө айналысуу керек. Неге? Өйткені әр университеттин әр түрлі өздерінің гылымий жобаларын, гылымий конференциялар өткізеді окуучуларга. Bunun негизги максаты жақсы окуучуларды өздерінің университеттеріне шақыру болып есептеледі. Және ол университеттер өздерінің рейтингтерін құрады. Мысалға, Америкадағы бір университет болатын болса, өздерінің конференциясын өткізеді. Жыл сайын сол конференцияға бір мектептен окуучулар қатысатын болса, ол міндетті түрде сол университетке тапсыратын кезде окуучулардын деңгейин сол жерде бағалай алатын болады. Бұл рейтинг болып есептеледі, және әр жерде өзінің рейтингтары бар. Мен ойымша ата-аналардың ойында да өздерінің рейтингтары бар. Мысалы, қаланың ішінде ең үздік мектеп осы, аудан бойынша ең үздік мектеп осы, және республика бойынша ең үздік мектеп осы деген. Ол рейтингтер қалай қалыптасады? Әрине әртүрлі жобалар арқылы және ата-ананың басқа баладан естіген нәтижелері жайлы. Сонда негізгі айтайын дегеніміз, егер сіздің мектепте еріктілер жүрсе, тегін ағылшын тілін сабақ беріп, кроссфиттің адамдар кеп дене шынықтыру өткізетін болса, сіздер басқа университеттер, шетелдегі университеттердің конференцияларына қатысып бастасаңыз, әрине сізге оқушылар келе бастайды. Сіздің мектепке оқушы көп келгісі келе бастайды. Жан басына қаржыландыру жүйесі бойынша, егер сізге оқушы көп келетін болса, қаражат та көп келетін болады. Егер бюджетіңіз көп болатын болса, әрине мектептің мүмкіншіліктері де көп болатын болады. Бұндай кезде сіздер өзіңіздің жобаларыңызды көбейте аласыздар, және көбейген жобаларға оқушылар одан көп келе бастайды. Бұндай мүмкіншіліктерге мұғалімдер де келе бастайды. Ондай мүмкіншіліктерді арттыру үшін ата-аналар да жұмыс жасай бастайды. Сонда сізде мықты оқушылар болса, мықты ата-аналар болса, мықты мұғалімдер болса, сіз өзіңіз осындай күшті менеджмент жүргізген болатын болсаңыздар, нор үстіне нор мектеп болады. Мен өзім Назарбаев университетінде білімді басқару бойынша бағдарламаны бітірген болатын. Сол жерде бір күшті сабақ болған болатын. Білімді басқару және көшбасшылық деген. Сол жерде бір кітап оқыған болатынбыз. School Principal, School Performance деген. Сонда мектеп директоры қандай болса, мектепте сондай деп есептеледі. Бұл мақалада көптеген кейстер талқыланған болатын. Бұл кейстермен біз сіздермен бөліскіміз келеді. Біздің комментарияға міндетті түрде жазыңыздар. Біз сіздерге дайректке осы материалдың барлығын тегін тарататын боламыз. Және сіздерге басқа бір пайдалы ақпарат, Қазақстанда Назарбаев университетінде жоғарғы білім беру факультеті бар. Сол жерде білімді басқару мамандығы бойынша 3 негізгі бағыт бар. Мектеп, инклюзивті және жоғарғы оқу орындарындағы білімді басқару бойынша. Сіздерге ұсыныс, егер өзіңіздің біліміңіз бен дағдыларыңызды дамытқыларыңыз келсе, және өз тәжірибеңізбен бөліскіңіз келсе, өз тәжірибеңізді қағазға түсіріп, соны ғылыми жоба ретінде, ғылыми мақала ретінде көрсеткіңіз келсе, сол университетке құжаттарыңызды тапсырыңыздар. Артықшылығы қандай? Сіздер жылына 3 рет сабаққа барасыздар, басқа уақытта сіздер өз жұмыстарыңызда бола аласыздар, және 2 жылдың ішінде 2 миллионға жуық теңге стипендия алатын боласыздар. Сонымен құрметті мектеп әкімшілігі, мектеп директорлары, бүгінгі өзіміздің кейстерімізбен бөлістік. Сіздер бізбен болғандарыңызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Жасап жатқан жұмыстарыңыздың, тәрбиелеп жатқан оқушыларыңыздың жемісін көріңіздер.